Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Python бағдарламалық тілінің 23-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз файлдарға жазу жайлы айтатын боламыз. Файлдар жазу тура файлдарды оқу сияқты бүйтіп жазу керек. И бізге керекті файлдың атын жазуымыз hello.txt мына жерде тұр. И одан кейін режимін жазған кезде ішіне бірдеңе жазу үшін w деген жазу керек. W деген write дегеннің қысқартылған әшен бас әріпі. И енді қазір қарайтын болсаңыздар, оны былай жазу керек: файл write. И так тұра тұрыңыздар, мен басқа бірдеңе ашып жіберейін. И осының ішіне мысалға қазір hello world деп жазатын болсақ, бізде мына программа мына hello txt-дің іші пустой тұр. Қазір мына запускать еткеннен кейін ішін қарайтын болсақ, мына hello world деген жазу тұр. И одан кейін write lines деген нәрсе бар. Егер мен бірінші hello world, одан кейін барып well done деп жазатын болсам, енді мынаны запускать етіп қарайтын болсаңыздар, міне екі түрлі строка код жазып шықты. Егер де қазір мынаны төмен қарай түсіру үшін просто бүйтіп жазып саламыз. Міне жаңа жолдан жазылды. И одан кейін мынандай нәрсе бар. Қараңыздар, мен әшейін файл write деп жазсам, мысалға hello world деп жазамын да. Енді қазір запускать етіп қарайтын болсаңыздар, мынаның ішінде мына hello world деген жазу тұр. Егер қазір мен well done деп жазатын болсам, енді мынаны запускать етіп қарайтын болсаңыздар, мынау оның алдында hello world деген бүкіл жазуды өшіріп тастады да, оның орнына well done деген жазды. Біз неге байынан сразу осының астына бүйтіп қазір hello world деп жазбайды деп ойласаңыздар, бұл W режимінде солай істейді. Оны өзгерту үшін мынандай A деген режим жазсаңыздар болады. Қазір маған қараңыздар, мен мына ішін бәрін өшіріп тастаймын да. И well done деп жазам. Қазір енді мынаны ашып қарайық. Well done жазылды. Мен екінші рет тағы запускать етсем, міне екінші рет жазылып жатыр уже. Бұл мынау A деген режим просто файлдың соңына керекті ақпарат жазады, ішіндегісін толық өшіріп, одан кейін жазбайды да. Енді қазір қараңыздар, мен мынаны бүйтіп жаңа жолдан hello world жазатын болсам қазір, мына бізде бүкіл нені өшірген жоқ, просто соның астына давать етті. То есть файлдың ішіндегі данныйларды өшірмей, соның астынан бастап жаза береді. Қысқаша осы файлдарға жазу жайлы. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.